Құрметті оқырмандар, арнама қош келдіңіз. Лүпіл басып, арнама тіркеліп, қолдап кетіңіз. Баршаңызға бақыт тілеймін. Адамның жасаған жақсылығы өзіне оралады, жамандығы да алдынан шығады. Жақсылық жасасаңдар, өздерің үшін жасадыңдар. Ал жамандық жасасаңдар, ол да өздеріңе. Екі немересімен бірге тұратын техастық 66 жастағы әйел қайыршыны көшеде қалдырғысы келмей, үйінде түнеп шығуға рұқсат беріп, бос бөлмесіне жатқызады. Өйткені дала өте суық еді. Ал қайыршы Смит есімді ер адам еді. Смит түнде дүрсілдеген шудан оянып кетіп, үйге ұры кірген болар деп ойлап, әйелдің бөлмесінің есігіне жақындағанда түтіннің иісі сезеді. Қысқа уақыттың ішінде бүкіл үй түтінге тола бастайды. Смит тұра алмай жатқан әйелді дереу көтеріп алып, далаға шығара салысымен балаларға қарай жүгіреді. Ол өз өмірін қатерге тігіп, өрттің ортасынан екі қызды да алып шығыпты. Ал әйелдің 40 жыл тұрған үйі түгі қалмай өртеніп кеткенімен, бала шағасымен түгел аман қалғаны зор бақыт болатын. Әлбетте, дүние мүліктің орны оңай толатыны белгілі. Ең бастысы бас амандығын айтсайшы. Осылайша не ексең, соны орасың деген сөздің дұрыстығына әйелдің көзі толық жеткен екен. Иә, бұл әлемде көше кесіп жүрген адамды үйіне қондыратын адамдар кем-де-кем. Егер Смит болмаса, үшеуі сол түні тірідей өртеніп кетуші еді. Өмірде барлығының қайтарымы бар. Жақсылық жасасаң, Құдай жарылқайды. Жамандық жасасаң да алдыңнан шығады. Сендер шаңның тозаңындай жақсылық жасасаңдар, есесін аласыңдар.